Еңбек жас талғамайды. 80-нің сеңгіріне шықса да адал істен қол үзбеген қордайлық қарияны танисыз ба? Шарбақты ауылының тұрғыны әлі күнге дейін тал егумен айналысады. Ақсақалмен әріптесім сұхбаттасып қайтқан еді, сюжет көрейік. Жамау Жаманқозов Ақтас колхозында дүниеге келген. Шаңырақтағы ауылдың үлкені болған ол еңбекке ерте араласыпты. Айтуынша 5-6 жасында 7 жылдық мектепте күзетші болған атасына көмектесіп, білім ошағының ауласындағы ағаштарды суарған. Соғыс жылдары балалықпен ерте қоштасқан ол кейін трактор тізгінін ұстапты. Небәрі 17 жасында медаль алған. Кейін отан алдындағы борышын өтіп, әскерден келген соң мал шаруашылығына бет бұрып 40 жыл қой баққан. Бізді өмір тез есейтті ғой. Өмір. Елдің бәрі соғысқа кетті. Сонда ауылда 60-тан жоғары қарай шалдар қалған. Өңкей қариялар. Әйелдер, қыздар, басқа жұмысқа қажетті адамдардың бәрі соғысқа кеткен. Содан амалсыздан тез есейдік. Тауға барып, масақ тердік. Чөп шаптық, чөмірей салдық. Шарбақты ауылына табан тіреген сәттен-ақ қарияның жылдар бойы еңбегін анық көруге болады. Себебі елді мекеннің айналасында ақсақалдың отырғызған ағаштары самсап тұр. Ал бүгінде ауласында 30-ға жуық түрлі ағаш бар екен. Енді бұл жерде 30 түрлі ағаш бар. Осының бәрін таудан әкелдім, сайдан әкелдім. Өзім айтып тіккенім шығады, лақтырам. Ұқыт жасайым, қарайым. Жамау ақсақал 10 баланың әкесі. Қазір солардан тараған ұрпақтың қызығын көріп отыр. Дей тұрғанмен 80-нен асса да әлі күнге дейін тал егуден қол үзбепті. Әлі де ауласын көгалдандырып, кейінгі ұрпаққа адал еңбектің жарқын үлгісін көрсетіп жүр. Нұрбақыт Мұсатилаұлы, Еркебұлан Болатұлы, Қордай 24 Ньюс.